жалпы интернет арқылы ақша табуға мүмкіндік жасайтын жобалар бүгінде өте көп. Солардың ішінде ең кең тарағаны, қарапайым адамдарға қолайлысы MLM бизнес, немесе желілі маркетинг деп аталады. Бұндай жобаларға қатысу арқылы сіз кез келген адам ақша табуына мүмкіндігі бар. Дегенмен де бұнда жобада екі түрлі міндетті орындау керек болады. Сол екі жұмысты дұрыс атқарған адам жақсы ақша табады. Ол бірінші жұмыс, сіз белгілі көлемде жаңағы жобаға тіркелгеннен кейін ақша салуыңыз керек болады. Екінші, сіз сол жобаға адамдарды шақыруыңыз керек болады. Неғұрлым көп адамды шақырсаңыз, соғұрлым сіздің табысыңыз да көп болады. Міне осы екі талапты орындаған кезде сіз жақсы ақша табасыз. Дегенмен өкінішке орай, көп адамдар бұндай талапты орындай алмай жатады. Соған байланысты ақша таба алмайды. Осыған орай кейбіреулер көпшілігі өкпе-реніш білдіріп, интернеттен ақша табуға болмайды, алаяқтар көп деген сияқты өкпе-реніш айтып жатады. Шындығында интернеттен ақша табуға болады. Ол үшін жаңағы осы екі міндетті дұрыс атқару керек. Мынау менің осыдан 8 ай бұрын тіркелгенім. Мынау вирс деп аталатын жоба, ойын жобасы, ақша табуға мүмкіндік бар бұнда. Осы жоба арқылы жақсы ақша тауып жатқан адамдар бар. Өкінішке орай, қазір мен сіздерге көрсетейін, бұл жобаға тіркелген адамдардың бәрі бірдей ақша таба алмайды. Неге десеңіз, жоғарыда айтқанда екі міндетті орындамай жатады. Міне қазір менің мынау аккаунтым. Мінекей мен осы кезге дейін, мінекей менің рефералдар деген жазып отыр, сонда 175 адам тұр. 175 адам шақырғанмын. Сол рефералдардан 470.736 серебро тауыппын. Сол сереброларға мен көптеген құстар сатып алып, соның арқасында көп біршама табыс табуды көтере алдым, табысымды көтере алдым. Осы рефералдың арқасында. Реферал бұнда 5 деңгейлі жүйеде жүргізіледі, 5 деңгейлі. Мінекей, ваши рефералы дегенді басса, мінекей, мына жерде көрініп тұрады. Бүкіл рефералдарыңыз сіздердің. Мінекей 5 деңгейде реферал жүйесі. Бірінші деңгейде менде мінекей 89 адам бар екен. Екінші деңгейде 31 адам. Үшінші деңгейде 7 адам. Төртінші деңгейде 1 адам бар екен. Бесінші деңгейде 47 адам бар. Төртінші деңгейдегі мынау 1 адам 47 адамды шақырған. Енді мына төменге қарап көрсеңіздер, мінекей міне мынау Айдос деген рефералым, мінекей 12 адам шақыртты. Өзі де ақша салған. Міне Жомарт, мысалы, 10 адам шақырған. Өзі де жақсы ақша салған. Бұлар ақша тауып жатыр, жақсы ақша тауып жатыр. Ал өкінішке орай, мінекей төменге қарай түссеңіздер, мінекей бәрі 0-0 деп тұр. Бұлардың бәрі өлі рефералдар. Ешкімді шақырмаған, өздері де ақша салмаған. Сөйтіп тіркеледі, кішкенеден кейін ұмытып тастап кетеді. Бұл адамдар сосын ақша таба алмайды. Ол белгілі. Сондықтан да бұндай жобаларға тіркелгеннен кейін міндетті түрде аздап ақша салу керек, және міндетті түрде адамдар шақыру керек. Әрине адам шақыру, таныстарыңызды шақыру болады, дегенмен таныстарыңыз көп емес, кез келген адамның көп таныстары бола бермейді. Сондықтан да адамды қалай шақыруға болады рефералды? Мен мысалы 175 адам шақырдым, осыны қалай шақырдым деген сұрақ болады. Мысалы, менің спонсорым Эдуард Лер деген кісі, 6000-нан астам реферал бар. Ол күн сайын 10.000 рубльден астам ақша шығарып отырады. Айына 300.000 рубль табады осы жобадан. 300.000 рубль дегеніміз теңгеге шаққанда бұл 1,5 миллион теңгеге жақын ақша. 1,400,000 теңге. Сондай ақша тауып отырады ай сайын. Енді қазір сізге көрсетейін, бұл жобаға адамдарды шақырудың бірнеше түрлері бар. Ең бастысы, мысалы, ақша салмай әлеуметтік желілер арқылы адамдарды шақыруға болады.
Міне мысалы мынау алаш ақпарат деп аталатын, мен өзім администратормын. Бұл общедоступный группа дейді, фейсбуктегі топ. 603 қатысушысы бар екен. Міне осындай топтар көп. Мысалы өте көп топтар бар. Сол топтарға мысалы сіз жазылып, тіркеліп, кәдімгідей сол топтың мүшесі болып, сосын сол топқа тақырыбы кішкене келетін болса, әрине тақырыбы мүлдем сәйкеспейтін топтарға ондай видеоларды сала алмайсыз. Міне мынадай жерде мысалы тұрады мінекей фото-видео публикация дейді. Напишите что-нибудь дейді. Фейсбукта бұл. Соған мына жоғары жағына мынадай нені басып былай. Қазір мына жерден видео деген бар, фото, видео деген бар. Осы фото, видеоны мысалы загружать етуге болады. Менің өзімнің видеом бар. Түсірген. Мұны вируске қалай тіркелуге болады, қалай ақша табуға болады деген. Сол видеоны сіз YouTube'тан өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алып, соны осындай жаңағы топтарға, фейсбуктағы, немесе ВКонтакте, Одноклассник, тағы басқа толып жатқан әлеуметтік желілер бар, бәрі тегін. Соған сіз жүктеп орналастыруыңызға болады, жариялауыңызға болады. Сосын соның ар жағына сіз өзіңіздің рефералдық сілтемеңізді қоясыз. Жазып, жүктегеннен кейін сіз мысалы текстін жоғары жақтан жазуды сұрайды мысалы. Сол кезде сіз осындай ойын жоба, осыдан ақша табуға болады деп жазып, соның астына тіркелу үшін мына сілтемені басыңыз деп өзіңіздің рефералдық сілтемеңізді басуыңызға болады, қоюыңызға болады. Мінекей рефералдық сілтемені қайдан алуға болады? Міне мына жерде ваши рефералы деген тұр. Осыны бассаңыз мынадай бет ашылады мінекей. Осы бетте мінекей ссылки и баннеры для привлечения рефералов деген жазу тұр. Міне мынадай бет ашылды. Осы бетте мінекей сіздің сайтыңыз болса, міне төменгі жақта баннерлері бар. Размері бар, көрсетілген, сол сайтқа салып қоюға болады. Сайтыңыз болмаса, міне жоғары жақта ваша уникальная ссылка деген жазу тұр. Мінекей мынау ссылка. Осы ссылканы сіз былай копировать етіп алуыңыз керек болады. Көшіріп алыңыз да, көшіріп алып, бір жерге сақтап қойыңыз. Осы ссылка арқылы тіркелген кез келген адам сіздің жаңағы рефералыңыз болады. Реферал ретінде түседі. Оның мысалы ол адам ақша салса, сол салған ақшасының бір бөлігі 20% сізге беріліп отырады. 5 уровень дейді. Мысалы сіз біреуді шақырасыз, шақырған адам тағы біреуді шақырады, сондай 5 деңгейге дейін сіздің рефералыңыз болып саналады, және соның бәрінен сіз ақша алып отырасыз. Бұл осы арқылы сіз өте тез көтерілуіңізге болады, ақша табуыңызға болады. Жалпы бұл тек қана мынау вирус жобасына ғана қатысты жұмыс емес бұл. Жалпы MLM бизнестің бәрінде осындай жүйе. Яғни қанда сіз аздап ақша салуыңыз керек болады, және реферал адамдар шақыруыңыз керек болады. Осы екі жұмысты дұрыс атқарсаңыз, сіз интернет арқылы өте жақсы ақша тауып, сол тіпті интернеттен миллионер болып кеткен адамдар бар. Мысалы мен шетелдерде мен өзім көптеген адамдармен мысалы байланыс жасап отырамын, Ресейде тұрады. Олардың бәрі орыс тілді. Олар кәдімгі жұмыс істемейді, сол MLM бизнеспен кәдімгідей кәсіби түрде айналысады. Содан ақша тауып, сонымен күн көріп жүрген адамдар. Оны кәдімгі кәсіп қылып алған. Сондықтан да қазіргідей дағдарыс қинап тұрған кезеңде қосымша ақша табудың бірден бір тамаша жолы интернет арқылы ақша табу. Ал интернет арқылы, интернетте мұндай жобалар өте көп. Кез келген сіз MLM бизнес жобаларға тіркеліп жұмыс істеуіңіз болады. Ол үшін одан ақша табу үшін жоғарыда айтқанда екі міндетті орындасаңыз жетіп жатыр. Жаңағы Facebook арқылы, ВКонтакте арқылы, осындайша жаңағы сіз өзіңіздің жаңағы
рефералдық сілтемеңізді тарату арқылы тегін адамдарды шақыруыңызға болады. Мен өзімнің бірнеше осы салада видеоларды түсірдім. Сол видеоларды мысалы сіз тегін пайдаланып, өзіңіздің астына сол видеоларды жүктеп алып, осындай жерге жүктеп таратып, осындай әлеуметтік желілерге. Содан кейін соның астына өзіңіздің рефералдық сілтемеңізді қойып шақыруыңызға болады. Бұл ешқандай заң бұзушылыққа жатпайды. Ол жаңағы видео курста қалай тіркелу керек, қалай жұмыс істеу керек, бәрі көрсетілген. Ол үшін менің видео каналыма оқырман ретінде тіркеліп, сол видеоларды пайдалануыңызға болады. Осылайша сіз интернет арқылы жақсы табыс табуыңызға мүмкіндік бар.